Біздің жобаларды экологиялық сараптау бөлімі негізгі 3 бағыт бойынша жұмыс атқарады. Ол халық арасында қоғамдық тыңдаулар өткізу және екінші, үшінші, төртінші санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру және осы екінші, үшінші, төртінші санаттағы объектілерге қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат қағазын рәсімдеу екі мемлекеттік қызметін атқарады. 2019 жылдың қорытындысы бойынша барлығы 129 жобаға қоғамдық тыңдау өткізілді. Бұл қоғамдық тыңдауға енді қысқаша тоқтала кететін болсақ, арнайы бекітілген тізілімге сәйкес, министрлікпен бекітілген тізілімге сәйкес жобаларға экологиялық сараптама өткізілместен бұрын арнайы халықтың пікірімен санасу мақсатында халықпен кездесу ұйымдастырады. Яғни ол мекеменің жаңағы инициативасы арқылы бізден келісім алып, біздің басқарманың ұйымдастыруымен өткізіледі. 19-ның қорытындысы бойынша барлығы 125 жобаға қоғамдық тыңдаулар өткізілді. Ал екінші жалпы осы экология саласында 4 санатқа бөліп қарастырамыз өндірістік объектілерді. Бірінші санат объектілерін Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің құзырына кіреді. Екінші, үшінші, төртінші санат объектілері біздің басқарманың құзырына жатады. Екінші, үшінші, төртінші санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру мемлекеттік қызметі бойынша 2019 жылы барлығы біздің басқармада 260 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде 128 жобаға оң қорытынды берілді сараптаманың, 132 өтінім кері қайтарылды. Екінші, үшінші, төртінші санат объектілеріне қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беру бойынша барлығы 1334 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның 1090 өтінімге рұқсат рәсімделді, ал 244 өтінім кері қайтарылды. Жалпы бұл екі мемлекеттік қызмет арнайы қоршаған ортаны қорғау саласындағы көрсетілетін қызметтердің стандартымен және Қазақстан Республикасы экологиялық кодексімен және өзге де нормативтік құқықтық актілермен реттеледі. Енді қажетті құжаттар топтамасына тоқтала кететін болсақ, екінші, үшінші, төртінші санаттағы объектілерге Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес қажетті құжаттар топтамасы мысалға әр жобаның өзінің қажетті құжаттар топтамасы әртүрлі. Мәселен, шекті жол берілетін шығарындылар жобасына электронды өтінім, яғни ол e-лицензия.kz сайты арқылы электронды беріледі, және де сол жобаны ұсыну қажет. Және екінші, үшінші санатқа қарастыру мерзімдері болады. Өзінің басқармаға түскеннен бастап екінші санат объектілеріне 30 жұмыс күн ішінде қарастырылады, үшінші, төртінші санат объектілері 15 жұмыс күн ішінде қарастырылады. Егер де стандартқа және экологиялық кодекс талаптарына құжат және ұсынылған жоба толықтай сәйкес болған жағдайда экологиялық сараптаманың оң қорытындысы беріледі. Және эмиссияда да дәл сондай. Енді эмиссияға тоқтала кететін болсақ, ол қоршаған ортаға шығарылатын барлық зиянды ластағыштар, олар эмиссиялар деп аталады. Оған арнайы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 69-шы бабына сәйкес рұқсат қағазын рәсімдеу қажет міндетті түрде. Бұл арнайы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізілімінде бекітілген мемлекеттік қызмет түрі болып табылады. Және екінші, үшінші, төртінші санат объектілері рұқсат қағазын рәсімдеу үшін біздің басқармаға жүгінеді. Оған қажетті құжаттар кодекске сәйкес екінші, үшінші санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы, электронды өтінім және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын қамтиды. Төртінші санат объектілеріне электронды өтінім және қоршаған ортаны нормативтерін қамтитын есептік жолмен бекітілген нормативтердің жиынтығын ұсыну қажет. Олардың қаралу мерзімі екінші, үшінші санат 10 жұмыс күні ішінде қаралады, төртінші санат 5 жұмыс күні ішінде қаралады. Екінші, үшінші санат объектілеріне 10 жылға беріледі рұқсат қағазы, төртінші санат объектілеріне мерзімсіз негізде беріледі. Жалпы осы эмиссия бағытында біздің басқармамен 19 жылы көптеген жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, ол халық арасында кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Себебі жаңағы орта және шағын бизнес субъектілері көп жағдайда әсіресе төртінші санат объектілеріне, мысалға коммерциялық ұйымдардағы түтін шығаратын, қоршаған ортаға эмиссияларды шығаратын бу қазандықтары немесе қаламызда қазір көптеп белең алып жатырған
көп салынып жатқан құрылыс объектілерінен жұмысы барысында қоршаған ортаға шаң шығады, мысалы эмиссия бөлінеді, соған міндетті түрде рұқсат рәсімдеу керек. Оны